Ассалаумалейкум, құрметті ағайын. Америкада ең тиімді, арзан, өте сапалы товар сататын дүкен желісі Costco деп аталады. Costco. Міне қазір сізге көрсетейін қалай жазылатынын. Costco деп жазылады. Қарасаңыз барлығы көтерме сауда. Мысал үшін бір бутылка қылып сатпайды. Мысал үшін бірнеше бутылка қылып аласыз. Су бар, ет бар, анау мұздатқыш мысалы. Ана мұздатқыштың ішінде әртүрлі тауарлар бар, бұзылатын. Мынаның бәрі де мұздатқышынан бәрі. Ішінде ет бар, балық бар, бал мұздақ бар, барлығы бар. Ал мына жақта енді бәрі тамақ. Ал арғы жақтағы тамақ емес заттар, мысалы үй жинайтын, үй ыдыс жуатын ыдыстың өзі керек десеңіз бір тұтам ыдыстар болады ғой, қағаздан жасалынған мысалы. Одан кейін мына үйге керекті заттар әртүрлі. Мына жақта ана керек десеңіз алтын сатады, ана жақта алтын, сондай қымбат заттарды сатады. Некен телевизор, компьютер сатады. Үшін не ойыңызға не келеді? Мына Costco'да, мына Costco деп жазылып тұр ғой, міне. Мына Costco деп жазылып тұр. Costco. Осы Costco дүкенінде барлығын табасыз. Бұл жаққа, бұл дүкенге кіру үшін жылына бір адамға $60 тұратын абонемент керек. Сол абонемент сатып аласыз. Сол абонементті көрсетейін сізге. Міне. Кәдімгі карта, пластикалық. Сөйтіп бірінші сол пластикалық картаны өткізесіз кассада. Кейті сол картаға қанша зат сатып алсаңыз, соның есебін жазып жатады, тіркеп жатады. Сөйтіп дерекқор қазақшасы, орысшасы база данных. Сол дерекқорда осы не сатып алсаңыз, соның барлығы соның ішінде жатады. Кейін сол сатып атқан затыңыздың құнын есептейді да жылына, сөйтіп 1-2% содан сізге қайтарып береді. Мысалы, біз жыл бойы қолданғаннан кейін осы карточканы 1-2% сол $126 шықты биыл. Сол $120 қайттан салдық та, қайттан карточканың мерзімін ұзарттық сәл. Мінеки, киім де бар, ана жақта бірақ киімдер, енді киім дүкені болмағаннан кейін мынадай тез алып кете береді. Киімдер болады ғой, ішкі киім, носки, одан кейін трико, үйге киетінді. Кейбір кезде маусымы кеп қалған кезде жылы киімдер болады, куртка, айтайық, джемперлер, әртүрлі. Қағаз өнімдері сатылады, ана жақта дәретханаға қолданылатын, одан кейін қол сүртетін орамалдар қағаздан жасалынған. Енді мына жақта неше түрлі ірімшіктер, сүттер бар жаңағыдай. Мына сыр, сүзбе, минералдық су, барлығы бар. Қызанақ, жеміс-жидектер бар, құлпынай, таңқұрай, шошқаның еті бар, доңыздың еті бар. Қойдың етін сатқанын көрген емеспін. Бизонның етін сатады, одан кейін қарамалдың етін сатады. Сол қарбыз, қауын дегенде, әңгелек, шай, кофе, чипсы дейді ғой. Некейін мынау өрік мейіз дейтіндер сатылады. Мына жақта енді өрік мейіз, құрма, соның барлығы Түркиядан, Аравиядан келеді.
Бірақ өздері де құрма өсіреді Калифорнияда, бар ғой. Тек Аравиядан емес, өздерінен де бар екен. Неше түрлі майлар бар. Әртүрлі біздің елімізде сатылмайтын майлар бар. Майды әр нәрседен алуға болады екен ғой. Әртүрлі май, мысалы канола дейтін май. Тағы не көрсетейін сіздерге. Сол әртүрлі жартылай дайын тамақтар сатылады. Мына шайлар, шөптен жасалынған шайлар. Одан кейін мына күлше дейді ғой, күлше дейді біздің оңтүстікте. Неше түрлі тәтті нандар. Мына мысалы агава дейтін бір шөп, соның шырыны, мысалы қант жеуге болмайды ғой, кейбіреулерге диабет бар адамдар, осындай нәрсені агаваның шырынын шайға салып ішеді. Майонез мінекей. Мына жақта кетчуптар, әртүрлі соустар. Мына сіз білетін кетчупты мынандайына дейін салады ғой. Қызық, әртүрлі заттар сатылады.